Сәлем баршаңызға. Бүгін мейіз қосылып пісірілетін өте жұмсақ кекстің рецептімен бөлісетін боламын. Және ең оңай, тез жасалатын жолын көрсететін боламын. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Алдымен сұйықтықтарды араластырып алатын боламыз. Бірінші сүтті, одан кейін сұйық майымызды және жұмыртқамызды араластырып, бізге миксер керек емес, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Енді барлық ұнтақтарымызды араластыратын боламыз. Електен ұнымызды, ванилинімізді, шым-шым тұзымызды, секерімізді және қопсытқышымызды, яғни разрыхителімізді барлығын електен өткізіп аламыз. Секерді електен өткізбей, соңында салсаңыздар болады. Мен барлығын осылай өткізіп алдым. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Араластырып алғаннан кейін осы ұнымыздың үстіне сұйықтығымыздың барлығын құйып алып, жақсылап араластырып аламыз. Мінекей біздің массамыз осындай болады. Бұның үстіне мейіздерімізді де салып, жақсылап араластырып аламыз. Кекстің құрамын видеоның астында описание бөлімінде қалдыратын боламын. Мен осында кекске арналған силиконовый форма пайдаланатын боламын. Бұл формалардың ішін майлаудың қажеті жоқ. Барлық формаға массамызды құйып аламыз. Достар, менің арнамның дамуына үлес қосқыларыңыз келсе, интернет желілері арқылы ағайын достарыңызбен бөліссеңіздер болады. Формамыздың барлығын толтырып алғаннан кейін 180 градус қызып тұрған пеште 25 минут пісіріп алатын боламыз. Кексіміздің піскенін осылай шпажка арқылы, шпажканы осылай үстінен салсақ, біздің шпажкамыз құрғақ шығу керек. Сол кезде біздің кексіміз пісті деген сөз. Барлығын формадан босатып аламыз. Кексіміз дайын болды, өте жұмсақ болып шықты. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Салима.